Бір көне қалада ерлі-зайыпты қарттар өмір сүрді. Ер адам қатты ауырып 3-ші жыл төсек тартып жатып қалды. Осы уақыт бойы оның қасында әйелі болды және оған қамқорлық жасады. Бірақ ол осы жазда туысқан әпкесіне бару керек болды. Күйеуіне қарау үшін 20 жастағы Аружан есімді жас қызға тапсырады. Не істеу керектігін түсіндіреді. Қыз қарауға келіседі және ол өзінің 4 күн кететінін айтады. Күйеуі мен қызды сүйіп, үйден шығып кетеді. Есіңде болсын, ешбір жағдайда оның сол қолындағы таңғышты ауыстырушы болма дейді. Ол өзі 1-2 күннен кейін оралған бойда ауыстыратынын айтты. Алғашқы бірнеше күнде бәрі жақсы болды. Қарт өте жақсы көрінді, бірақ ештеңе етпейтін. Көзі үнемі жоғарыға қарап тұратын. Үсті көк көрпемен жабылған, қолы оралған. Кейде ол өзін бір түрлі ұстайтын. Бір кезде қыздың аяғы бір түрлі затқа тиіп кетті. Сосын төсектің астынан қазанды алып шықты. Қарттың қолына шынжырмен байланған. Уақыт өте қолындағы таңғыштардың қарайып боялғанын байқады. Бірақ ол әйелдің оған қолын тиіспеуіне қатаң тыйым салғанын есіне алды. Ондағы таңғыштар әбден ластанып көп тақтар пайда болды. Оны тез арада ауыстыру керек. Бір түрлі әйел не айтса да қыз таңғышқа қолын соза бергенде кенет ол қарттың қарап тұрғанын көрді. Ол көзімен басын теріс шайқап қарсылық көрсеткендей болды. Қыз қарттың ұйықтағанын күтуді шешті. Солай шалдың қолын кері орнына қойды. Қыз түн ортасына дейін күтіп, 2-ші қабаттағы қарт жатқан бөлмеге барды. Ол ұйықтап қалғанын көріп, ол оның қолындағы таңғышты ақырын шешті. Бірақ таңғыштың жаңасын алмағанын түсінді. Қолы қорқынышты күйде, үлкен тесіктермен жаралы қарт кенеттен оянып кетті. Ол көзімен қолындағы сұмдықты көрді. Қарт қызға бірдеңе айтқысы келді, бірақ айта алмады. Қыз жай ғана шығып кетті. Ас үйден таңғыш алуға кеткен еді. Келгенде қарт қозғалмастан жатыр. Оның таңғыштан босатқан қолы қартты тұншықтырып тастаған. Әйел күтушіні күйеуінің қарауына тастап кеткеніне 4 күн өтті. Мына жас қыз таңғышты ауыстырмаған болар деп қатты уайымдап асығыс оралды. Бірақ келгенде кеш болды. Достар, осылай видео бітті. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңдер.